Мотор клинит етіп қалды ғой жұмшы. Қалайсыңдар? Бүгін аяқ асты сатылымға 120 мыңға мотоцикл шықты. 250 куб, 165 цепной мотор. Моторы май жейді. Қай бір оңға мотоцикл алып жүк бізде. 60 мыңға саудаласып алып келетін болып шештік. Сатушының айтуынша мотоцикл жүріп тұр. Оған да шүкір. Қора үсте тоқтайсыз, короче. Заял жүре бермейді. Aslan! Ах, алып келе қалдым. Сәлеметсіз. Саған Sen olsun bizim bırakar sırasın ya. Ya var mı? Çok şansın. Bu var mı elde? Tümde var mı? Hayır bu. Öyle dur katalım. Var bu. İyi. Kötü oldu. Keşke itkini men paylıkka sorğam ilk motosikl. Кезик. Ne diyeyim ben? Şu bu nesi var? Bakışkası var naktı ya. Bля ол берілмейді. Ол қиын бол. Алдында бардық қойыңыз болады. Раша тұсақ қалдым деп оған. 70-ке алсаң берем. 70 ауыр қой, 60-қа келісіп қойдық қой қас кеше. Ол кеш айтпайсыз енді оны бермеймін осылай деп. Ол жеке сатылады. Көрейік түрін қазір ойланайық сосын. Қайта күн жылы бүгін. Қар жататын уақыт уже. Такс. Мотоциклді алып алдық. 65 мың теңге минус. Дөңгелекті сап алдың, е? Дөңгелекті сап алдың ғой? Осымен әріп көрейін енді. Мына ручкалар тайғанақ сияқты. Мына ұрып жатты ме?
Приехали болдық қой деймін осы кезде. Мотор клинит етіп қалды ғой деймін ше. Бірден шланг шығып кетті. Шланга? Астына шығып кетті. Сонымен түтін пиыр. Міне Сапын ғой. Или ол бағанадан нетіп тұрмайды. Білмеймін, мотор клинит етіп қалды ғой деймін өзі. Жабысып қалды ма? Айналмай қалды ма мотор? Аха. Тепловой прихват ұстап қалды ғой деймін. Жарайды енді, шамалы жүре тұрайық. Самал суыт жүрмін. Ашылып қалар. Біз моторын ашамыз деп алған мотоцикл ғой. Кипит етіп қалды ғой деймін анау қызып. Ондай ол. Қайсы бір мотоцикл алдым деп едім, өзі келетін. Май түбіндетін біле сол майдың бәрін шығып қойдың ма? Май түбіндетін сол майдың бәрін бітіп тастады ғой деймін осы. Май көрсетіп. Жоқ. Примерно. Неден бизнес түтін шығып кетті астында сапын. Көк түтін. Май тұр. Bizim asfalt. Ne? Motor açık kaldı değil mi? Boşta durmayın. Цилиндр болды ғой деймін. Итеріп барасылар әкесің? Барасылар ма? Шамал ғой. Білә, шамал жүргенде қайта ана жерге асар. Накатпы деуге көшем бақана. Аламайды. Шиқылдақ болдым. Сынып кетті ме бірдеңке болды ғой. Не болды екен? Ашып көрін. Жарайды, кеттік. Жеп барды ма? Итере салайық енді. Урал емес қой.
Әйтеуір шүкір оралыңыз. Үйге жеттік. Бір 200 метр еді, соған ұшып қалсын. Мотоцикл осы енді. Аметтері көп, мына жерде болты жоқ. Тормоз жоқ. Не алды, не арты. Алдыңғы машинканы артына жалғап болған, бірақ ол да ұстамайды. Жаңа жолда келе жатқанда еще мотор клинит етіп қалды ойымыз. Шиқылдап тұр. По-моему, кольцасы болды уже. Май жұмыс істемеді ма? Майсыз жұмыс істеп қойды ма? Бірдеңке болды, короче. Не істейміз, амал жоқ. Бүгін біраз тебен бе дейміз, текті шығарып. Артына өзінің жаңа дөңгелегін берді. Алған бетте басқасын салды. Жаңасы тұр. Жұлдыздары нормальный. Түстері бәрі жақсы. Моторын қазір көреміз. Үлгерсек бүгін әрі істеп. Үлгермесек қалады енді келесі аптаға. 65 мыңға нормальный. Мотоцикл осы енді. Мотоциклды примерно разбирать етіп қойдым. Қазір цилиндр, поршень, кольцаларын ілестеміз, қалпына сальниктарын алдым. Менің үмітім, что бұның поршені кетті деген. Каннибал кетсе, бұл мотоцикл өзі ақтамайын деп тұр ешқашан. Үміттенеміз енді. Қазір осыны полный разбирать етіп көрем. Жаңа поршневой алып қойғам. 23 мың теңге тұрады екен. Ең басты содан болса болды енді. А так мотоцикл көрініп тұр өмір бойы мал баққан, киікке шыққан. Біз көрген көреміздер ішінде бар. Ножа более-менее. Нажали. Вот, как тоже. Майген, непонятно. Бірақ головкада май бар. Головкада май кетті. Мынау қалай өтіп қалған.